Баршаңызға қайырлы күн достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бала кезден бері сүйіп жейтін тәттілерімнің бірі орешкиді жасау рецептісімен бөлісемін. Орешкиді жасау үшін маған қажетті заттар: 500 грамм ұн, 2 жұмыртқа, 150 грамм қант, 180 грамм сары май 82,5%, 10 грамм қопсытқыш, 1 шөкім тұз және де 1 банка қайнатылып қоюландырылған сүт қажет болады. Алдымен таза әрі құрғақ ыдысқа 500 грамм ұнымызды саламыз. Ұнның үстіне 10 грамм қопсытқыш пен 1 шөкім тұз саламыз. Одан кейін жақсылап тұрып араластырып алуымыз қажет. Араластырып болдым. Енді ұнның үстіне 180 грамм сары майды үккіштен өткізіп саламыз. Сары майды үккіштен өткізіп болғаннан кейін крошка жасауға кірісеміз. Осылайша етіп крошка дайындаймыз. Сары майды үккіштен өткізген кезде сары майымыз салқын болуы қажет. Сары майды ұнға әбден сіңдіріп алдым. Осылай шығуы қажет. Ендігі кезекте таза әрі құрғақ ыдысқа 2 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне 150 грамм қант салып, венчикпен араластырамыз. Осылайша етіп араластырып аламыз. Ендігі кезекте крошканың үстіне құямыз. Құйып болғаннан кейін қамыр қылып илейміз. Міне қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Енді оны 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 20 минут уақыт өтті, қамырды тоңазытқыштан алып шықтым. Орешкілер әдемі болып шығуы үшін қамырды таразыға салып өлшеп аламыз. Әрбір қамырдың өлшемі 6 граммнан аспауы қажет. Осылайша етіп дөңгелетеміз. Осылайша барлық қамырды өлшеп, дөңгелектеп шықтым. Орешкиді пісіру үшін арнайы осындай ыдысы қажет болады. Алдымен табаны қыздырып аламыз, одан кейін дөңгелектелген қамырды осы ыдысқа саламыз. Табамыз қызды, енді оның үстіне дөңгелектелген қамырларды салып шығамыз.
Дөңгелектелген қамырларды 3 минутқа қойып пісіріп алдым. Яғни осындай болып шығуы қажет. Осылайша барлығын пісіріп алуымыз қажет. Осылайша барлық орешкілерді пісіріп алдым. Ендігі кезекте қайнатылып қоюландырылған сүтті жағып шығамыз. Осылайша етіп барлығына жағып шығамыз. Достар, біздің орешкіміз өте дәмді әрі керемет шықты. Енді осының үстіне кез келген шоколадты ертіп құюымызға болады. Достар, біздің орешкеміз дайын болды. Өте керемет әрі дәмді шықты. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.